Жақында арада қайталан бастылға Ангус Скатергуттың тағы бір туындысын назарларыңызға ұсынамыз. Ангус Скатергут? Рок аңызы қазір біздің студиямызда қонақта. Ангус, өте қуаныштымын. Енді сен қуанышты болсаң, демек тыңдаушылардың бәрі қуанышты. Жаңа синглыңыз қалай болып жатыр? Жаңа синглым дайын болып қалды. Бірер аккорды қалды. Осы синглмен ең басына оралғым келер еді. Бәрінің батып алған жеріне. Сонда бәрі неден басталды? Алғашқы 6 шекті гитараны маған кішкентай кезімде сыйға тартқан болатын. Сөйтіп бәрі басталды да кетті. Сөзі де, әуені де. Және шегінерге жол қалған жоқ. Білесің бе, қармаққа бірден іліктім. Содан соң қалаға келіп, саябақтан орын тауып алдым. Ол уақытта сол жерді музыканттар басып алған. Сол жерде топты жолықтырдым. Оларға гитараш керек болды. Ал одан кейінгісінің бәрі тарих, жағрафия және аздаған математика. Ғажап. Ал жас музыканттарға қандай кеңес бересіз? Бар өнерлеріңді салып, еш уақытта мойымаңдар. Тіпті әкелерің жоқ, жетер енді деп айғайлаған кезде де тоқтай көрмеңдер. Әке? Менің бір жаңалығым бар. Керемет жаңалық деуге болады. Әке, мен рок-музыкант болуға бел будым. Не? Сен не, қораны бұздың ба? Енді ұлы мұра. Білем, кешіріңіз тек. Бір музыкант. Ангус маған рок-н-ролл туралы бәрін айтып берді. Саябақ өз тобыңды табу, түсінгенім бұл бар өмірімнің мағынасы екен, әке. Түсінесіз бе? Жаңа құлып іздеуіме тура келеді. Құлып ағашта өссе бір жөн. Не сезінетінімді білсеңіз ғой. Қараңыз. Болды. Жетер, Бауди, доғар. Қолындағыны маған бер. Әкел бері. Бауди, кімге айтып тұрмын? Қане, әкел. Әкел бері. Доғар! Сен музыкант болмайсың, Бауди. Сен күзетші ит боласың. Демек бұлай, өз-өзіңе келген соң төменге түсіп, маған аспабыңды бересің. Сосын ештеңе болмағандай кейіп танытамыз. Ұқтың ба? Үндемеу келіскеннің белгісі. Бар әлемді әнге бөлем. Ән шырқаймын мен ерек. Дәл осылай. Дәл осылай. Дәл осылай рок-н-роллға саламын. Дәл осылай. Дәл осылай. Дәл осылай. Өз әнімді табамын. Қалай, жаман емес, я. Үрмейді, қаппайды. Әндесе қарап жатпайды. Бірақ ертеме кешпей соңы бір бәлеге ұрындырады. Тұтуда. Бар әлемді әнге бөлем. Ән шырқаймын мен ерек. Бұл бала жүйкемде ойнап тұрғандай. Сенің орныңды басатын уақыты болды емес пе? Әлде қашан болған Флойд. Бірақ өзі ойын сауықты ғана ойлайды. Ал аспаннан әлгі зат түскелі бері, есілдерді қайдағы бір рок пен ролда. Сосын әлгі Дингуста. Оның жасында мен де сондай болғам. Қаштарас болғым келген жоқ. Ниетім астрофизикада оқу болды. Сосын әкем маған бір кітапты көрсетті. Кітапты? Қазір. Күтім көрмеген қойлардың қандай күйге ұшырайтынын көрсететін кітап. Көргің келмей қалса айтарсың. Мен де өлерде қорықтым да оқи бастадым. Одан соң өкінген жоқпын. Қорықтым де. Мүмкін Баудиге керегі сол шығар. Кітабымды бере тұрайын? Жоқ, Флойд. Одан жақсы амалын білем. Бауди, Бауди! Қане есікті аш. Менің басқа шарам жоқ. Бер кел дейм. Жан дүние музыканы аңсайды. Ангус мұның тұла бойға жайылып ешқашан жібермейтін безгек екенін айтқан. Балам, көңілімді қалдырдың. Міне осында кезекшілікте боласың. Үйрене бер. Таңсәрде кездесеміз бе? Иә, таңсәрде.
Таң атқанда, таң атпастан, түн аяқталған кезде. Болды. Жарайды. Қане ерігіп тұра бермеңдер. Қорқпаңдар, достар, бұл менмін. Көрдіңдер ме? Неге қасқырға ұқсап киініп алдың? Мазақтап тұрмысың? Жоспарымызды ұмыттыңдар ма? Мен үшеуіңді де ең ақылды деп таңдадым емес пе? Иә, бірақ қойлардың ішіндегі ақылдысы. Қысқасы, киініңдер. Ойлап көріңдерші, басым қасқырдың аузында тұр. Күлкілі түгі де жоқ. Сонымен, Бауди күзет орнында. Бұйырған кезінде оны бар күштеріңмен қорқыттыңдар. Бұл бұйрық болатын. Не? Қасқыр! Жоқ! Бұларың не? Бұл бемін ғой? Қасқыр келе жатыр, есіктеріңді жабыңдар! Қасқыр! Қасқыр! Бәрің тыңдаңдар, қасқыр келе жатыр! Қасқыр! Қане, шық ақмақ. Сазайыңды тарт, сүйкімсіз қасқыр! Қасқырлар! Мұнда қасқырлар жүр, осында келе жатыр! Жақындамаңдар, мен қауіптімін! Құрғақ заттар. Өте құрғақ заттар. От шашулар. Жоқ! Иә, ойлап қарасақ, бәрі бұдан да қорқынышты болуы мүмкін еді. Иә. Сондай күлкілі қасқырдың киіміне қалай сендік екен? Масқара. Ал Хампидің ойына мұндай ақымақтық қайдан келіп жүр? О, сәлем, Хампи, халің қалай? Маған бір стақаным берші. Жарайды, екеуін бер. Талқылаймыз ба? Мені кінәлаудың керегі жоқ. Ол өз міндетін орындаған жоқ. Күзеткен жоқ. Бұл сенің міндетің емес пе? Иә, әрине, бірақ қолым босамай жатты. Міне өзіңде жауап бердің. Бауди деген сен емес. Оған еркіндік керек. Мұның енді бос сөз. Сонда менен кейін қыстағымызды кім қорғайды? Кімнен? Қасқырлардан ба? Олар қайта оралмайтын да шығар. Несіне сонша күтіп жүрсің?